Баршаға сәлем. Мен кабачкадан оладушки істейтін болам. Мынау кішкене құрғақтау болғаннан кейін мен бұны сыққан жоқпын. Теркадан өткіздім. Енді осының үстіне бір пиязды теркадан өткізіп қосамыз. Оның үстіне жұмыртқаны, 2 жұмыртқа. Сосын 4 қасық ұн. Және перец. У меня смесь перца. Мындай араластырған. Соны. Укроп, басқа да нәрселер қосып жатады. Мен негізі осындайын жақсы көремін, ештеңесіз. Укроптарды можно соусқа қосуға бетіндегі. Бірақ мен без ничего жақсы көремін. Сосын тұз. Болды, енді осыны араластырамыз. Араластырып алдық, дайын болды. Қоюлығы осындай. Енді кішкене табаға май құйып, кішкене соны пісіріп бастаймыз. Табаны қыздырып, кішкене май құямыз. Неміздің оладьи дайын болды. Қаздамын көреміз. Соусты кетчуп пен майонезбен жасадым. Екеуін араластырып. Күшті дәмді. Жасап көріңіздер. Мен соусқа чеснок қоспаймын, потому что біздің үйдің балдары чеснок жемейді. Сол үшін өзім осылай істеймін. Өте дәмді, жасап көріңіздер. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар. Мен шай ішуге кеттім.